өмір қымбатсың маған. Әйгерім таң атқаннан кеш батқанша аса салып ойнаудан еш шалықпаушы еді. Қыздармен бірге өзенге суға түсуге барып, енді бірде әуелете алтыбақан теуіп, алаңсыз ойнайтын. Кеше қарай үйіне қарын ашып, шаршап келетін қызына шешесі: «Әй сен қаңғыбас боп кеттің ғой, анау елдің қыздары құсап, үй жинап, ыдыс-аяқ жуып көмектессең болмай ма?» деп ренжіп отыратын. Ал әкесі болса: «Қойшы шырын, бала болған соң ойнайды да, өзің бір бала болып көрмегендей» деп қызын жақтап шыр-пыр болушы еді. Әйгерім үйдің жалғыз қызы, одан басқа бұл отбасының 4 ұлы бар. Сол Әйгерім өзін бір бақытсыздықтың тосып тұрғанын білді мекен сол кезде. Үлкен ұл балалар қорадағы үйілген шөптен секіріп, космонавт болып ойнаушы еді. Соларға қосылып Әйгерім де космонавт болғысы келгені. Биік шөпке қораның төбесінен секірген ол, шөптің арасындағы томар ағашқа жамбасы барып соғылғанын біледі. Одан арғысы бұлыңғыр. Ауруханада көзін ашқан Әйгерім өзінің әппақ әлем ішінде жатқанын көріп, қозғалмақшы болғанда аяғы шағып-шағып алғаны, қатты ауырсынудан көзінен жасы ыршып түскен, айғайлап жіберген. Медбике келіп, жансыздандыратын екпені жасап бәйек болған. «Кішкене шыдашы, бәрі жақсы болады» деген алдаусыраты. Әйгерім ауруханада 3 айдай жатқан. Іші пысып үйіне, достарына қайтқысы келген қыз кейде жылап алушы еді. Бірде оның аяғын рентгенге түсіруге апарған. Сонда дәрігер ағайдың қасындағы дәрігерге: «Өкінішті, қандай әдемі қыз, ертең мүгедек болып қалса» дегенін естіп қойған. «Мүгедек, сонда мен бе мүгедек? Жоқ, олай болу мүмкін емес» деп іштей уайымдап кеткен. Әйгерім 13 жаста еді, биыл 15-ке толды. Аяғын сылтып басады. Кейде ұзақ жүрсе, аяғы қақсап маза бермейді. Дене тәрбиесі сабағынан босатылды. Тек ағайы оған арнайы жаттығу жасауды үйреткен. Әйгерім өте сұлу болып бойжетіп келеді. Сыныптың ең сұлу қызы. Әттең, сылтып басқан аяғы болмаса, болашақта актриса болам деуші еді. Бұны сыртынан кейбір қыздар ақсақ деп кемсітетінін сезеді. Іші от боп өртеніп кететін кей кезде. Тек көрші үйде тұратын дос қызы Гүлім Әйгерімге үнемі қамқор болып жүреді. Сабақтан қайтарда сумкасын ұстап, үйіне дейін шығарып салады. Бос уақыты болса, Әйгерімге асығады. Сыныптың қыздары сәнденіп, жоғары сыныпта оқитын ұлдарды көрсе, майысып қалатын болыпты. Өткенде бірге оқитын Ханшайым туған күнін жасаған. Әйгерімді ғана шақырмаған менсінбей. Әкесі мен шешесі де бұған аяушылықпен қарайтын. Әкесінің анасын айтып жатқанын естіген бірде. Әйгерімнің аяғын білікті дәрігерлерге қаратып, емдетейік, обал болды ғой, ертең өз қатарынан кем боп жүреді деген. Қайран атана, балаң үшін бәріне де даярсың ау. Бірде төменгі сыныпта оқитын бір бала бұны көріп, ақсақ қыз деп мазақтап қаша жөнелгені бар. Көбіне балалар бұның ағаларынан қаймығып мазақтамайтын. Әйгерім айнадағы сұлу бойжеткенді көріп, өз көркіне өзі таң қалушы еді. Әппақ беті, қиылған қасы мен ұзын кірпіктері, оймақ аузы бәрі үйлесіп, шебер суретшінің қолымен салынғандай мінсіз еді. Жақында әкесі оны Астанаға апарып келді, аяғына операция жасатуға, бірақ ондағы дәрігерлер Әйгерімді Түркия еліне апарып емдетуге кеңес беріпті. Енді әкесі малдарын сатып, операцияға қаржы жинап жүрген. Бірақ аяқ астынан бәрі өзгеріп кетті. Сөйтіп жүрген әкесі 2 күннің ішінде ауырмай, сырқамай көз жұмды. Отбасының тірлігі жалғыз анасының басына түсті. Әйгерім әкесін сағынып түсінде көріп, жылап оянатын болған. «Мен ақсақ болсам болайын, әкем тірі болғанда ғой» деп егілетін сұлу қыз. Сабаққа өте алғыр Әйгерім сыныптың озат оқушыларының алды болды. Ұстаздары оны басқаларына үлгі қылып отыратын.
Тек сабақты тақтаға шығып айтудан қысылатын, орнында жауап беретін, сыныптың алдында ақсаңдап тақтаға шыққысы келмеуші еді. Сыныптағы бақталас қыз Ханшайым ұстаздары бұны мақтаған сайын ішінен ыза болып, оны қалай мұқатарын білмей жыны келетін. Сыныптың тіпті оқушылары Әйкерімді жақсы көріп кетті. Күндер зулап өтіп жатты. Әйкерімдердің де мектеп бітіретін кезі жақындаған сайын анасы қатты алаңдаулы. Қызы бұйырса алтын белгіге бітірмекші. Өткенде анасы Шырын қызын Алматыға барып, дәрігерлерге көрсетіп келді. Сол жерде мүгедек адамдарға арнайы аяқ киім тігетін цех бар екен. Қызына жазда, қыста киетін арнайы аяқ киімге тапсырыс берген. Кеше хабар келді, дайын болды, алып кетіңіздер дегенді естіп, қатты қуанды. Енді Әйгерім ешкімнен ұялмай ортаға шығып, құрдастарымен бірге соңғы қоңырау кешіне барады. Әйгерімнің ағалары бүгінде Алматыда. Үлкен ағасы Жеңіс пен Жомарт үйленген, балалы шағалы, ел қатарлы өмір сүріп жатыр. Тек аналары Әйгерімнің мектеп бітіруін күтіп жүр. Бұйырса қалаға кетпек. Ағалары ақша жинап, қарындасына арнайы тігілген аяқ киім алатын қаржыны салып жіберген. Бұйырса, ертең анасы мен Әйгерім қалаға кетпекші. Әйгерім сол түні ұйықтай алмай шықты. Оны анасы да сезіп жатты. Олар қалаға келгенде түс болып қалған еді. Цех іші әр түрлі пішіндегі аяқ киімге толы екен. Туфли, кроссовкелер, ботинка, етік дейсің бе, әйтеуір көп ақ. Бектасов Әйгерім 37-ші размер деп шебер оларға туфли мен күздік шолақ етікті сұнғанда Әйгерім таң тамаша болды. Мыналар тура магазиндегіде ғой, әдемі екен деп тамсанған. Әйгерімнің аяқ киімдері аяғына шапшақ, тура құйып қойғандай жарасып ақ тұр. Ол жасқан шақтап әрі-бері жүріп көрген, екі аяғын тең басқан, тіпті аяғының кемістігі де білінбейді. Әйгерім қатты мәз болған. Цехтың шебері: ағай, красавица ғой қызыңыз, бойы да ұзын, көрікті екен, игілігіне кие ғой деп қуанып қалды. Ал шолақ етігі тіпті тамаша, таза теріден тігілген, аяғына шапшақ. Анасы екеуі мәз болып, Әйгерімге соңғы қоңырауға киетін киім, бітіру кешіне көйлек алып ауылға олжамен қайтқан. Соңғы қоңырау салтанаты да басталып кеткен еді. Мектеп директоры Санжар Аханович ортаға 11-ші сыныптың оқу озаттарын марапаттауға шақырған. Озаттардың ішінде Әйгерім де бар еді. Бектасова Әйгерім дегенде Әйгерім ортаға шыға берген. Бүкіл ауыл оқушылар Әйгерімнің сұлулығына таң қала қарап қалған. Әшейінде сылтып басатын қыз сүмбіл талдай майыса басып барады, ақсамайды. Жүрісі тіп-тік, тура бір балеттің бишісі дерсің. Киімі үстіне қона кеткен, тоқпақтай бұрымы сән бере ырғала майысып жүріп барады. Барлығы аң-таң, өз көздеріне сенбей қалғандай. Ақсақ Әйгерім қайда дегендей бір-біріне жалтақ-жалтақ қарайды. Әсіресе Ханшайымның қызғаныштан көзі жасаурап, көзі жыпық-жыпық етеді. Түк түсінбей аң-таң. Ішінен қызғаныштың қызыл иті тырналап өткендей болды. Сонымен Әйгерім алтын медалін алып, анасы мен ағаларын қуанышқа бөлеп тастады. Бала кезден арманы дәрігер болу еді. Әйгерім Алматыдағы медицина университетінің студенті болды. Әйгерімнің сыныптас досы сырласы Гүлім Казудың филология факультетіне түскен. Екеуі жиі кездесіп, араласып тұрады. Әйгерім оқуды өте жақсы оқып, оқытушы профессорлардың көзіне түсті. Болашақ мамандығын драматолог болам деп шешкен. Сол кәсіпке ден қойды. Өзі сияқты мүгедек жандарға қуаныш сыйлайтын, білікті, білімді маман болуға талпынуда. Кезінде өзі ем алуға бара алмаған Түркия елінде аспирантураны тәмамдап, небір шебер өзінің хас майталмандарынан дәріс алып, операцияларға қатысып, білімін жетілдіруден жалықпады. Бірде ғылыми жетекшісі Мұстафа Сейдун бей: Әйгерім,
Қызым, саған демеуші спонсор болатын адамдарды таптым. Аяғыңа ота жасап емдейміз. Енді сен шауып жүретін боласың дегенде еңіреп жылаған. Әйкерім өзімен бірге оққан Айбекпен отау құрып ұлды болды. Отбасында Әмір атты ұлдары өсіп келеді. Тәуба! Өмірдің ащысы мен тәттісі қата жүреді екен-ау. Әйгерім аяғын нық басып жұмысына асыға кетіп бара жатты.